Ассаламуалейкум, ардақты алаш жұрты, құрметті ұлы көшке мүдделі қауым және Қазақ Арманы партиясының қолдаушылары. Біз партия құрамыз деп жариялағалы бүгін 10 күн. 10 күн бойы біз халықпен сөйлесіп, ақылдасып, пікірін тыңдап, ой армандарын білумен айналыстық. Партия құрам деп жариялаған күнден бастап хабарласқан адамдардың санында есеп болған жоқ. Алды іздеп келіп, сөйлесіп жатты. Міне соның нәтижесінде бүгінге дейін WhatsApp желісінен 2 үлкен топ құрылды. 2000-ға жуық адам сол топта отыр. Енді не үшін біз осы 10 күн бойы сөйлесулер, немесе түсіндіру жұмыстарын жүргіздік? Әрине халықтың арман тілегін білуіміз керек. Халықпен санасуымыз керек. Олар нені қалайды, нені қаламайды білуіміз керек. Біз басында айттық, біз президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың саясаты мен бастамаларын қолдайтын партия құрамыз деп ашық айтқан болатынбыз. Құдайға шүкір, қолдайтын адамдардың саны жеткілікті екен. Осы 2000-ға жуық адам, оның ар жағында тағы да оның отбасы мүшелері тұр деген сөз. Сондықтан енді біз бұл халықпен жұмыс істеу, немесе халықтың ой арманын білу, ұйымдастыру жұмысын сәтті аяқтадық деп айтуға болады. Бұл әрине сіздердің еңбектеріңіз. Осы топтарды құруға, осы партияны құруға ниетті азаматтардың еңбегі деп бағалаймын. Рахмет айтамын. 20-ға тарта қыз жігіт арнайы өздері бір бөлек топ құрып, осы ұйымдастыру жұмысымен айналысып жатыр. Бұдан кейін де осы партия қашан құрылып болғанша өздері жұмыс істейтін болады. Сол топпен ақылдасып отырып, енді біз партия құрудың екінші басқышына өтеміз. Ол қандай басқыш? Заң бойынша партия құру үшін 1000-нан кем емес адамның қолы керек. Біз енді сол қол жинауды бастаймыз. Бүгіннен бастап граппаларын алдық. Жігіттер сонымен айналысып жатыр. Ақылдасып, қандай тиімді жолын ортақ келісімге келеміз, талдаймыз. Сол арқылы жерлерден қол жинау науқаны басталады. 1000 адамнан кем емес. Ол республиканың барлық облыстарын кемінде 70%-ын қамту керек. 3 үлкен қала бар: Алматы, Астана және Шымкент қаласы. Онда біздің бөлімшелеріміз ашылу керек. Бұл енді екінші этабы. Үшінші этаптағы болатын нәрсе. Осы 1000 адамның қолын жиып біз Әділет министрлігіне партия құратынымыз туралы құжаттарды өткіземіз. Олар сол құжатымызды қабылдап алса, арғарай біз үшінші этабын бастаймыз. Ол жаңағы 20 000 адамды жиу. 20 000 адамды жиу, құрылтай өткізу деген сияқты. Оны енді реті келгенде айтатын боламыз. Сондықтан құрметті ұлы көшке мүдделі қауым, құрметті алаш жұрты, құрметті Қазақ Арманы партиясының қолдаушылары, енді ең бір жауапты кезеңге келіп жеттік. Ол граппалар таза болу керек. Бір адамнан мүлтік шығатын болса, қателік кететін болса, партия тіркелмей қалады. Сол 1000 адамды Әділет министрлігі толық тексеріп шығатын болады. Бұның ішінде шетел азаматтар болмау керек. Азаматтық жасқа толмаған адамдар болмау керек. Осы жағына көңіл бөліңіздер. Бұл жөнінде біздің осы партияны құру алқасы, жаңағы ақылдастар алқасы арнайы шығып түсіндіретін болады. Қасиет, Мұқият, Нұргүл, Гүлшира, Нұртай деген азаматтар белсенді жұмыс істеп жатыр. Сосын біздің осы Қазақ Арманы партиясын құру үшін ұлы көшке көмек деген қоғамдық қор құрған болатынбыз. Сол қордың басшысы Алматыда тұрады. Біздің әріптесіміз, осы партияны құруға белсене көмектесетін азамат Дәурен Өміршенов деген жігіт. Сол жігіт осы граппамен айналысып жатыр. Соның басшылығында арғарай қол жинау науқаны басталады. Мен сіздерге сәттілік тілеймін. Құрметті ағайындар, құрметті осы партияның қолдаушылары, осы жұмысты абыроймен атқарып шығуға көмектесіңіздер. Қалай алып барамыз жұмысты, оны
Құдай бұйырса алдағы уақытта ортаға қоятын боламыз. Құрметпен, Ауыт Мұқибек, қазан айының 4-і.